Баршаңызға қайырлы күн достар. Қаншайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге үй жағдайында дайындалатын шоколадты балмұздақ жасап көрсетемін. Ол үшін бізге қажетті заттар: 34% сливки, қоюландырылған сүт, шоколад және де арнайы стакандар қажет болады. Алдымен шоколадты құрғақ ыдысқа саламыз. Осылайша салып болғаннан кейін водяной баняға салып ертіп аламыз. Яғни менің қолымда Қазақстан шоколады, басқа да шоколад түрлерін қолдануға болады. Осылайша ертіп аламыз. Шоколадты ертіп болғаннан кейін осындай арнайы стаканға саламыз. Шоколадты құйғаннан кейін осылайша етіп айналдырып шығамыз. Стакандардың барлығына шоколадты салып болдық. Енді оны тоңазытқышқа салып қоямыз. Яғни шоколадымыз қатуы қажет. Оған дейін балмұздақтың ішкі қоспасын жасауға кірісеміз. Ендігі кезекте 34% сливкидің 300 грамын құямыз. Сливки салқын болу керек міндетті түрде. Енді оны миксерлейміз. Миксерлеген кезде ең төменгі жылдамдықта миксерлеуіміз қажет. Сливкиді миксерлеп болдық, яғни оның болғанын төңкеріп қараған кезде төгілмейтін болса, онда ол миксерленіп болды. Енді оның үстіне қоюланған сүтімізді құямыз. 200 грамм қоюланған сүтті қосамыз. Қосып болғаннан кейін қайтадан миксерлеймін. Миксерлеп болдық. Балмұздақтың ішкі қоспасы дайын болды. Енді стакандарға саламыз. Енді осының үстіне шоколадты салып шығамыз. Үстіне таяқшаны салып, барлығын осылайша жасаймыз. Осылайша барлықтарын жасап алғаннан кейін тоңазытқышқа 4 сағатқа қоямыз. Достар, 4 сағат уақыт өтті. Мен тоңазытқыштан балмұздақтарды алып шықтым. Енді олардың сыртын босатамын. Осылайша етіп, ақырындап сыртын босатып шығамыз. Міне біздің бірінші балмұздағымыз дайын болды. Екінші балмұздағымызды тау осылай босатамыз. Достар, біздің балмұздағымыз дайын болды. Өте керемет шықты. Ендігі кезекте дәмін татып көремін. Балмұздақтың дәмі өте керемет, дәмді.
Дүкендегі балмұздақтан да тәттірек, өте дәмді болып шықты. Менің рецептім бойынша үйлеріңізден дайындап жеулеріңізге болады. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алыңыз үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.